Иә, осылай беттерін ұрамыз. Бет секіреміз, қара міне. 1, 2, 3, 4. Балтпаймын ешқандай. Тағы да. Жарайсың, тағы да. Бірінші міне бетіне жасаймыз осылай. Басқа да жасалады ғой, сөйлеуіне жақсы көмегі бар дейсіз ғой да? Көмектеседі бар. Сәлем, құрметті менің YouTube көрермендерім. Қызымды логопедке әкелдім. Қалай массаж жасады? Білесіңдер ғой достар, менің видеомда тек пайдалы ақпарат беретінімді. Ләззат ханым видеоға түсіруге рұқсат берді. Қазір қалай жасап жатқанын бәрін түсіретін боламыз. Қызым кішкене 3-тен кетті, бірақ кеш сөйлеп жатыр да. Соған бүгін бірінші күн бастадық. Ең алдымен видеоға лайк басамыз достар, каналға тіркелеміз. И видеоның соңына дейін қараңыз, аялдырмай, хорошо? Ендеше видеоны жалғастырамыз. Екі қызымды алып келдім. Мамалары үйде қалды. Үйге қонақ келіп жатыр еді. Мынау Әдия деген қызым. Мынау Ханшайым. Бірінші мынандай нелермен тексеріп алады екен, достар. Диагностика жасап. Диагностика бірінші балаға не жасамай тұрып, диагностика жасап алады екен. Диагностика жасап, жалпы баланың білім деңгейі қандай екен, өз денесі туралы біле ма, маңызды. Асықпай айта беріңіз. Маңызды дене мүшелері туралы не біледі, мысалы, мұрынның, көздің, ауыздың, қолдың қызметі қандай, олар туралы ақпарат біле ме екен, білмей ме екен, соны бірінші диагностика жасап алдым. Сосын балалардың ең көп көретін нәрсесі осы жаңа көліктер туралы кішілерін сұрадым. Қай көлік қайда жүреді дегендей. Иә, мысалы пойыз қай жақта жүреді деген сияқты сөйтіп диагностика жасап аласыз ғой, иә. Үй жағдайында өстіп тексеріп өздері жасаса болады ғой да? Иә, болады. Өздері тексеріп, қарап баласының деңгейін қарап, сұрақтарға жауап бере ала ма, ненің қалай болатынын біле ма, соны анықтаса жеткілікті. Иә, бірінші диагностика жасап аламыз достар, солай. Білмеген, түсінбеген сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазсаңыз болады, Ләззат ханым бәріне жауап беріп отырады. Бұл полный жаңағы сөйлеуіне жақсы көмегі болады ғой. Иә, сөйлеу аппаратына жауап береді. Мысалы, бізде мен енді балдарға массаж жасаймын ғой. Общий массаж, классический массаж, ЛФК деп бөлінеді ғой. Бұда да бөліне ме солай? Иә, бұл лого массаж дегенде сөйлеуіне жауап беретін, артикуляциялық аппараттарға жауап беретін массаж. Осы органдарға жауап беретін, соларға жасалатын массаж түрлері. Мысалы, қазір сөйлеу түрінде беттің мускулатурасы төмен, тілінің тонусы төмен, соны күшейту үшін, күш беру үшін жасалатын массаж. Жалпы бір ақпарат айта кетейінші осы кезде. Иә. Массаж жасаған кезде, мысалы, қашан результат береді деп күтеді аналарымыз. Мысалы, біз өзіміз тренажерный залға барғанда бірінші, екінші күнде бізде результат болмайды, жайдан шығады результат. Сол сияқты лого массажда жаймен өзінің жұмысының маңыздылығын көрсетеді. Бірден результат шығады. Бірден болып кетпейді, жай болады дейсіз ғой да. Конечно, Москва сразу не строился дейді ғой, сол сияқты. Иә, жайдан болады барлығы. Мынандай заттар қойып қойыпсыз, бұған жүргізесіздер ме, қалайсыздар? Иә. Біздің сөйлеуге жауап беретін нүктелеріміз табанымызда да бар. Иә, табанда да точкалар бар ғой. Жаңа сөйлеуіне де осы точкалар көмек болады дейсіз ғой да? Иә, сөйлеуіне де. Осы массаждың дорожкалар көмектесетін, барлығы миға сигнал береді. Түсінікті. Бірінші күн неше минут жасалады жалпы? Көп жасалмайды ол бірінші күнде? 20 минутта жасалады, 20-25 минутта жасалады. Бірінші күн 20-25 минут жасалады екен. Сосын жаймен ұзара береді. Мысалы, осылай бетке 8-10 минут жасасақ жеткілікті. Бетке 8-10 минут жасасақ жеткілікті. Тіліне жасаймыз, қолына, аяғына, барлығына сөйтіп уақыт арнаймыз. Иә, осылай беттерін ұрамыз. Ол жақтарға сигнал береді. Бірінші балда өстіп бет ұрған кезде қорқып кетеді, мен ұрып жатыр екен деп. Ол ұрған емес, тек сигнал беріп жатыр жаққа. Бетіне әрі күш береді. Осылай жақты сезіну керек, себебі кейбір балаларда жаңағы лимфалар, лейкоциттер жүреді мұнда да. Шариктер көрініп жатады, соны сезіну керек. Қатты басып жүрмеу керек, жаймен сезіне отырып жасау керек деп алдында айтқаным сол үшін. Сосын ерінді алға сұрамыз. Ерінді тонусы төмен балаларда. Еріні тонусы төмен болса? Солай созып массаж жасаймыз. Сосын мұнда тілдің түбірі. Тілдің түбірі? Тілдің түбірі. Осының тілдің түбірін. Бұл тілдің түбірі не затқа пайдасы бар? Тілдің дұрыс сөйлеуге пайдасы бар. Тілдің тонусы төмен себебі тіл бос. Соның түбірін қатайтамыз, осылай массаж жасаймыз.
тіл жалпы 3 бөліктен тұрады, осы алғашқы бөлігі осында орналасқан. Солай массаж жасаймыз. Құлақтардың артына барлығын осылай жасаймыз массаж. Сосын жаймен шаш басына жасаймыз. Шашта басының бөлігін жасаймыз да. Бастың бөлігін да. Осылай басқа жасаймыз. Бұл жерде де қан айналып жүру керек. Басқа да жасалады ғой, сөйлеуіне жақсы көмегі бар дейсіз ғой да? Көмектеседі бардың барлығы. Қан айналып жүру үшін өстіп басына да жасаймыз. Саусақтың ұшына тиіп асықпай жасалған кезде жақсы көмектеседі. Баланың бойындағы ыстылықты саусақ ұштарымен. Саусақтың ұшымен жасап отырсыз ғой сіз да? Саусақтың ұшымен жасадым. Баланың бойындағы жылылықты, энергияны өзіңізге осылай аласыз. Осылай тартамыз. Енді тілге ма? Тілге. Бірінші массаж жасамас бұрын осылай ауыздарын ішін жақсылап тексеріп аламыз балалардың. Не үшін? Кейде балаларға стоматит болады. Жаңа ауырмағасын мамалар білмейді да оны. Сосын сол үшін алдын ала біліп тексеріп қараламыз. Тілін шаш. Стоматит ауырмай ма кейбіреулер сонда? Кейбір ауырмайтын түрлері болады, жеңіл түрлері болады. Соны бірінші біліп аламыз. Мысалы сіздің қызыңыз ешқандай көрініп тұрған жоқ, сол үшін массаж жасасақ болады. Бірінші міне бүйтіп жасаймыз осылай. Екінші бөлігін жасаймыз осылай. Астына да. Астына келін жасаймыз. Шешіп тастаймыз бұны. Қазір енді зондтармен тіліне массаж жасаймын. Сыртқа шығар, ешқандай ауыртпайды. Тілін шығар, мысалы бір жасап көрсетейін да. Қаншайып қар бетіне? Солай тілін шығар. Тілін шығар. Қатты шығар, қатты аузыңды аш. Аш. Қас. Молодец. Не, көрдің ба? Ауырады ма? Ауырмайды, сол үшін қорықпайсыз, тілін шығар сыртқа. Қатты шығар. Молодец. Қатты шығар. Аузымызды ашамыз қара. Қаншайым аузын деп аш. Тілін шығар не? Тілін шығар. Міне осылай тілге массаж жасаймыз. Деп. Ашамыз. Аузыңды аш. Тағы да аш аузыңды. Деп, тек аузыңды аш. Деп ашшы. Қазір кішкене қорқып тұр, сол үшін аузының ішінде тұр жасаймын бірінші массажды. Бала тілін сыртқа шығара қорқып тұр. Тіл жалпы бізде қорқақ келеді. Сыртқа шығарып көп қорқады. Сол үшін осылай азғантай уақыт іште жасаймыз. Енді аузымызды жабамыз. Аузымызды жабамыз. Енді енді тілін шығарамыз. Шығар. Қорқпа. Молодец. Тағы да. Молодец. Жарайсың. Молодец. Енді қара, тілін шығар. Шығар. Қорқпа, шығар. Қорқпа, ұртпаймын ешқандай. Тағы да. Жарайсың, тағы да. Тағы да сыртқа шығарамыз. Жақсы, жарайсың. Тағы да. Жарайсың. Аузымызды ашамыз. Тағы сыртқа шығарамыз. Шығарамыз. Жарайсың. Тағы да сыртқа шығарамыз. Қорқпа. Тілін астында жасаймыз. Қараш, енді осымен саған массаж жасаймын. Аузыңды аш. Қаншайым ауырады ма? Тілін шығар. Онда сыртқа шығаршы тіліңді. Аузыңды жаппай шығар. Не? Аш, аузыңды ашып қой.
тағы да аузыңды аша ғой. Аузыңды ашамыз. Аузыңды аш, қаншайым деші. Жабамыз. Енді тілін сыртқа қатты шығаршы. Қатты шығар, тағы. Жабамыз. Енді тағы тілін шығарайық. Сыртқа шығаршы. Да, аш. Молодец. Жалпы моторика деп аталады. Бұл табанына массаж жасатқанымыз. Жалпы моторикада сөйлеуге жауап беретін нүктелер орналасқан. Сол себептен де бұл жерге де біз міндетті түрде массаж жасауымыз қажет. Аяққа да жасау керек. Табандарына міне осылай. Сөйлеуіне жақсы көмегі бар дейсіз ғой. Қан айналымын жақсартады бір жағынан. Кейбір балдар аяқтары мұзда жүреді, ол аяққа деген қан айналымы дұрыс емес. Сол себептен аяқтары мұзда жүреді. Массаждан кейін аяқтары жылынады. Себебі табанның астынан қандар келеді. Қан айналымы жүретін. Сол үшін массаж жасап тұрған жақсы. Осылай аяқтарын бөгеміз. Массаж жасаған кезде бала тыныш отыру маңызды. Баланы жылатып, бақыртып отырып массаж жасаған ол пайда келмейді. Сол себептен барынша тыныш отырып массаж жасаған жақсы. Өзі баланы жетектеп жүріп, қолымызбен бірге жүргіземіз. Артымыздан баланы жүргіземіз. Осындай нелерге ма? Жалпы табандарына жақсы массаж болады бұл. Бет секіреміз, қара міне. 1, 2, 3, 4. Осылай ойнай аласың ба сен? Давай секірек бол, давай секір. Қолын ұстайын. Секір, қаншайым? Давай секіреміз. Енді екеуіне секіреміз. Мысалы, жүріп бәрі сүрініп кететін балдарын алдын ала жоспарламайды. Мысалы, бірінші мына аяқты, екінші осы аяқты асам дегенде жоспар жоқ та. Сол үшін баланы алдына жоспар құру үшін осындай қызықты ойындар ойнату қажет. Жарайсың. Екеуіне секірін. 1, 2, 3, давай секір. Жарайсың тағы да. 1, 2, 3, тағы да. Секір. Жарайсың. Давай тағы да. Үстінен баспаймыз, арасынан өтеміз. Кедергілерден. Өтеудің үстінен баспа, жарай ма? Да, үстінен баспа. Айналып өтеміз. Достар, міне бүгінгі неміз аяқталды. Бүгінгі бірінші күні жасалатын неміз аяқталды, достар. Сізге үлкен рахмет айтамын. Достар, егер керек болса, инстасын несін белгілеп кетемін. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Осылай күніге видео түсіріп тұрамын бұйырса. Каналға тіркеліп кетіңіз, хорошо. Сау, сәлеметте болыңыздар. Сау бол, пока.